Саламатсыздар балалар, әдебиеттік оқу пәні 97-ші сабақ. Бүгін сабағымыздың тақырыбы мұнайлы өлкеге саяхат. Бүгін сабақта Қазақстанның мұнайлы өлкесі туралы әңгімелейсің. Өлеңге сүйеніп мұнайдың пайдасы туралы айтасың. Бірінші тапсырма: мұнайлы өлке туралы біліп ал. Жүк кемесі қайда жүзіп барады? Қазіргі уақытта елімізде Ақтау порты іске қосылып, қара алтынды Каспий теңізі арқылы басқа мемлекеттерге тасу жолға қойылған. Бір кезде ең жақын мұнай кен орны қайда десе, Бакуды айтатын жұрт енді Атырау, Ақтау деген атауларға бет бұрды. Яғни көрші жұртта қазақ мұнайын мойындайтын болды. Шәкен Күмісбаев: көрші жұрт дегеніміз, яғни шекаралас мемлекеттерді айтамыз, иә? Екінші тапсырма: түсініп оқы. Мұнай теңізі. Кең даланың астында ғажап теңіз бар екен. Жер бетіне тасқындап бір шығуға зар екен. Мұнай теңіз сол екен, қасиеті оның мол екен. Сонау дала төрінен жанады екен от болып. Зымыран да сонымен зулайды екен оқ болып. Онсыз бәрі тұрады мотор істен шығады. Ойыншықта сендерге жасалады мұнайдан. Егін өсер жерлерде сол арқылы тыңайған. Мұнай теңіз сол екен, қасиеті оның мол екен. Фариза Оңғарсынова. Үшінші тапсырма: өлеңге сүйеніп мұнайдың пайдасы туралы айт. Мұнай өте пайдалы, адамға қажет қазба түріне жатады. Мұнайдан көптеген іске қажетті заттар алынады. Мұнайдың көмегімен зымыран да аспанға ұшады. Балаларға ойыншықта мұнайдан жасалады. Суретке қара және тапсырмаларды орында. Суреттен кімді көріп тұрсын? Өлеңнен осы суретке сәйкес келетін жолдарды тауып оқы. Мұнайшының еңбегі туралы әңгімеле. Суретте мұнайшы бейнеленген, сонау дала төрінен жанады екен от болып. Зымыранды сонымен зулайды екен оқ болып деген өлең шумақтары осы суретке сәйкес келіп тұр. Мұнайды алу оңай жұмыс емес. Мұнайшы жердің бетінен мұнайды қазады. Сол мұнайдан адамға қажетті заттар жасайды. Мұнайдан жасалатын заттардың тізімін жаз. Зымыран майы, ойыншық, тыңайтқыш, мотор майы. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызда жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.